Қайырлы күн, балалар. Бүгін қазақ тіл сабағы біз сіздермен жеңіс күні ерлікке тағзым атты 9-шы бөлімді оқуды жалғастырамыз. Бүгін 5-ші сабақ ерлік, елге, өнеге. Бүгінгі сабақта біз сіздермен диалог, монолог, полилогтер туралы түсінігімізді қалыптастырамыз. Автор көзқарасы мен көтерілген мәселені ажыратып үйренеміз. Диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдап үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын сөйлеу түрлерін есімізге түсіріп алайық. Яғни монолог дегеніміз ол жалғыз адамның ішкі ой толғанысы немесе сөйлеуі деп айтқан болатынбыз. Диалог дегеніміз екі адамның өзара қарым-қатынасқа түсуі, сөйлесуі дегенбіз. Ал полилог дегеніміз үш адамнан да көп адамдардың өзара қарым-қатынасқа түсіп сөйлесуін полилог деп айтқан болатынбыз. Жалпы кез келген мәтінде көтерілген мәселе мен оған қатысты автордың көзқарасы болады. Білім сандықшасы бізге былай дейді: көтерілген мәселе дегеніміз мәтінде жан-жақты талқыланатын негізгі тақырып, ол көтерілген мәселе. Ал ол мәселеге қатысты әр автордың өзіндік көзқарасы болады. Алғашқы ұрыс па балам? Иә. Қай жақтан боласың? Ақмоладан. Мен Алматыданмын. Алматыда әдемі шығар. Иә, әдемі. Сен балам қорықпа. Біз олардың тас талқанын шығарамыз. Отан үшін отқа түс. Күймейсің деген. Қайта олар бізден қорқсын. Екінші дүниежүзілік соғысқа 34.476.000 адам қатысты. Қан майданға Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы аттанды. 601.815 жауынгер елімізге оралған жоқ. Иә, балалар, көріп отырғандарыңыздай бүгінгі тақырып ерлік, елге, өнеге деп аталады. Осыған байланысты бүгінгі біздің бірінші тапсырмамызға көңіл бөлсеңіздер, мәтінді оқы, тест тапсырмаларын орында. Сәлем хат. Әке, іні, қарындастарым. Майдан алаңынан хат жазып отырмын. Әлі де соғысудамыз. Ешкімде әлі қалмады. Бар жоғы 44 адам ғана қалды. Қыс түскеніне 2-ші апта. Суық пен аштықтан зардап шегудеміз. Командир бізді ұмытып кеткен-ау деймін. Өлілердің қатарына қосып үлгергенде болады. Бірақ біздің кеудеміздегі үміт сәулесі сөне қойған жоқ. Жауын мен дауылға, аштыққа қарамастан елге жеңіспен оралатынымызға сенеміз.
бар күшімізді сала күресудеміз. Көп ештеңе жазбағаным үшін ренжімеңдер. Бәрімізге ортақ бір қаламсап бар. Өзімді ғана ойламай, оны келесі жауынгерге беруім тиіс. Сау болыңдар. Енді тест сұрақтарына қараймыз. Бірінші сұрақ. Сөйлеудің түрін анықта. Жоғарыда оқылған мәтін диалог па, монолог па, жоқ полилог пе? Екінші сұрақ. Мәтінде қандай мәселе көтерілген? А. Ауа райының қолайсыздығы. Ә. Туыстарына деген сағыныш. Б. Соғыс кезіндегі жауынгерлер. Үшінші сұрақ. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. А. Майдандағы жауынгерлердің жағдайы. Ә. Еліне деген сүйіспеншілік. Б. Туыстарына деген сағыныш. Бірінші тапсырманы сәтті орындап болсаңыздар, екінші тапсырмаға ығысайық. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, тапсырмаларды орында. Тапсырма өзгерген жоқ. Сәлем бұлбұл. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, өзің? Жақсы. Сабағың қалай? Ойдағыдай. Білесің бе, біз сыныптастарыммен ұлы жеңістің 75 жылдығына арнап кеш өткізгелі жатырмыз. Қандай жақсы? Иә, айтқандай 9 мамыр жақындап қалған екен ғой. Иә, кеш қызықты өтпекші. Өлең тақпақ айтамыз және ардагерлерге арналған кішігірім драмалық қойылымымыз да бар. Демек, ардагерлер де келеді ғой, иә? Әрине, оларға қуаныш сыйлап қана қоймай, ол ұлы тұлғалардан жеңістің жолындағы табанды ерліктерін естігіміз келеді. Олар кешегінің де, бүгіннің де батырлары ғой. Сол себептен олардың ерлігі бүгінгі ұрпаққа өнеге болып қалады. Иә, дұрыс айтасың. Ендеше сәттілік. Бұл оқылған екінші мәтін болатын. Осы мәтін бойынша балық сызбасын толтырасыздар. Балықтың басқы бөлігіне сөйлеу түрін анықтап жазасыздар. Яғни бұл не диалог, не полилог, не монолог екен. Жоғарғы жақтағы қабырғаларына көтерілген мәселені және астыңғы қабырғаларына дәл осы көтерілген мәселеге байланысты автордың көзқарасын анықтауға тырысыңыздар. Соңғы тапсырма бүгінгі сабақтағы үшінші тапсырма. Тағы да мәтінмен танысамыз. Жаздың жайма шуақ кеші, дастархан жайылып тұр. Бір шетінде әжесі, әкесі пышақ қайрап отыр. Келіні шай дайындап жүреді. Немересі мектеп бітіргеніне қуанып әжесіне келіп, әже, менің бүгін мектеп бітірген қуанышты күнім. Жаңа өмірдің баспалдағы дәрігер болып бастағым келеді. Талабыңа нұр жаусын, арманың әжет балам. Тыңдаңыздар, сөйлеп тұрған Москва. Кеше біздің ұлан байтақ жерімізге неміс фашистері тұтқы жолдан басып кірді. Герман елшісі соғыс басталғанын таңғы 7-де ресми түрде мәлімдеді. Әже, соғыс басталды. Тыңдаңыздар, отанымызды жау қапыда басты. Ел үшін, жер үшін барлық азаматтар отан қорғауға аттаныңыздар. Аттан әке, жолыңнан кешігесің. Кеудесінде жаны бар пақырларың тауып жайды сенсізде несібесін. Тыңда балам, тыңда күнім, болуға жара қолғанат, кәрі анам, сәбиенің барлығы саған аманат. Мәтін бойынша 4 сөйлем тапсырмасын толтырасыздар. Бірінші, менің ойымша бұл сөйлеудің түрі, өзіңіз жалғастырасыз. Бұл мәтінде көтерілген мәселе, автор бұл мәселеге қатысты мынандай көзқарас білдіреді. Ал менің көзқарасым мынадай. Сабағымыз аяғына жетіп қалды. Сабақтың өн бойында өзіңіздің қалай жұмыс жасағаныңызды бағалау үшін мына кестені толтырсаңыздар. Диалог, монолог, полилогтер туралы түсінігім қалыптасты. Иә болса иә, жоқ болса жоқ деген түсті белгілейсіз. Автор көзқарасымен көтерілген мәселені ажырата алдым. Иә болса иә, жоқ болса жоқ. Диалог, монолог, полилогтерді автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдадым. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.